Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Динара. Менің видеома көз салғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Бүгін менде жаңа видео менің бөлмем жайлы. Шолу жасаймыз, тур жасаймыз, рум-тур. Кеттік. Менің бөлмеме кіреміз. Кірген бойда мен жататын орным, ал оңға бұрылғанда менің косметикалық столым көрінеді. Мұнда көбінесе қолданатын кремдер және ары қарай. Мұнда кейбір жағдайда қолданатын заттарым сақталады. Мұнда менің маникюрға арналған аппарат және бояғыш лактар. Астына қарай отырғыш пуфик деп аталады. Және қорапта, бұл қораптың ішінде тоққа арналған заттар. Осыдан артқа бұрылғанда менің шағын ғана компьютер столым. Кейбір қағаздармен жұмыс болғанда ғаламторда осы жерде боламын. Үстінде файлдар, қарайтын кітаптарым және журналдар, ары қарай мектеп оқулықтары. Бұл жерде қағазбен жұмыс болғанда маркер және қаламдар қажет. Кубик. Бұны жинағанда өте жақсы көремін, бұл маған қатты ұнайды. Ары қарай менде шкаф. Шкафтың төбесінде қазір қыс мезгілі болғандықтан менің бөлмемде қар жауды. Бұл тек қана менің кішкене декор. Менің бөлмемдегі ең үлкен айна. Мұнда менің ілулі тұрған киімдерім, ал мұнда жинаулы киімдер сақталады. Шкафтың бір жақ бөлігінде менің бірінші сыныпқа барған кезім. Ары қарай бақалшақтардан жасалған вазалар. Мұны менің лагерьде кезде 60 метр жүгіру бойынша екінші орын алған жүлдем. Менің ең жақсы көретін орным, бұл жерде менің барлық әшекейлерім. Барлық жерде әшекей. Және парфюм. Парфюм менде қазір кеуетіндей көп емес. Ал мына жерде шам тұру керек. Шам әрқашан тұрмайды. Кейбір жағдай ғана болмаса. Астына қарай. Бөлмемде гүлдер тұрғанды өте қатты жақсы көремін. Және кішкентайымнан тиын жинағанды ұнатамын. Сондықтан менде копилка көп болатын, бірақ маған ұнаған екеуін ғана қалдырдым. Ары қарай. Менде идея және декор кезінде қолданатын заттар осы жерде сақталады. Ал мұнда бөлме жинаған кезде көп қолданбайтын заттар осы корзинаның ішінде. Кеше ғана көріскен менің жан құрбым Айжан. Саған бұл сыйлығыңа үлкен рахмет. Бұл жаңа жылға сыйлығы. Маған өте қатты ұнады. Айжан, саған тағы да рахмет. Шкаф бөлігі осымен аяқталды. Ары қарай менде жататын орным. Байқасаңыздар, барлық жерде гүлдер және менің кілемім де гүлдер. Менің бөлмем өзі шағын ғана. Бүгінгі рум-тур видео аяқталды. Егер ой пікірлерің болса, осы видеоның астында қалдыруларыңа болады. Менің каналыма жазылуларыңызды сұраймын. Және қандай видео сіздер қыздар әсіресе қандай видео көргілерің келеді, сол туралы пікір қалдырыңыздар. Тамашалағандарыңызға үлкен рахмет.